Бұл жәдігерлер өткеннің белгісі. Тарих сырын ішке бүккен, олардың әр қайсында ғасырлардың іздері жатыр. Өткенге үңіліп тарихты тануды көздегендерге бұл жердің айтары көп. Ал сіз музейге барып бедіңіз, жәдігерлер тарихын жатқа соғатын гидтер, тарихшылар мен этнографтардың әңгімесінен түйгеніңіз көп шығар. Әлде бұл сала сізге бейтаныс па? Біздің қыздар бүгін Атырау облыстық тарихи өлкетану музейінде. Ендеше арнадан алыстамаңыз. Өткенді білмей, болашақты білу мүмкін емес деген екен шығыстың көрнекті ойшылы Әбу Насир әл-Фараби. Атырау облыстық тарихи өлкетану музейі республикамыздағы іргелі мәдени орталықтардың бірі. Негізі 1939 жылы қаланып, ресми түрде 1940 жылы ашылған бұл музейдің жалпы қорында бастапқыда 230-дан астам жәдігер болған. Бүгінде мұнда 90 мыңнан астам тарихи мұра бар. Музейде палеолит дәуірінен қазіргі заманға дейінгі Атырау өңірінің бай тарихы қамтылған. Рашида Ерімқызы 2003 жылдан бері осында қызмет етіп келеді. Алғашында өлке табиғаты бөлімінің меңгерушісі болып жұмысқа қабылданған ол, бұдан кейін де бірнеше қызметтерді атқарған. 2014 жылдан бері музей ұжымына жетекшілік етіп келе жатқан ол, мұнда келуімнің өзі тарих дейді. Менің бұл музейге жұмысқа келуімнің өзі бір тарих десем болады. Себебі 2003 жылы Махамбет Өтемісұлының 2 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде тойланды. Ол кезде мен мектепте мұғалім болып жұмыс жасап жүргенмін. Мектептерден көрме әкелдік Махамбет бабамыздың сайысына байланысты. Содан сол жерде қалалық мәдениет және тілдер дамыту бөлімінің басшысы маған сол мектептердің барлығынан келген көрмені таныстыруды ұсыныс етті. Содан кейін енді қолдан келетін жұмыс болғаннан кейін оны алып шықтық. Сол жерде жаңа сайыстың қазылары Қойшығұл Жылқышиев, Нариман Үлкенбайұлы ол кезде осы музейдің басшысы. Менің енді жәдігерлерді заттарды таныстыруға байланысты ерекшелігім болды ма, содан музейге шақырып, сол Махамбет бабаның 2 жылдығы 2003 жылы тойланғанда, сол 2003 жылы осы музейге қабылдандым. Біріншінде өлке табиғаты бөлімінің меңгерушісі болып, одан кейін басшының ғылыми істер жөніндегі орынбасар қызметін атқардым, басшының жалпы мәселелер жөніндегі орынбасар қызметін атқардым. Мұнда сақталған әр бұйымның өзіндік тарихы бар. Музей қоры ежелгі дәуірден бастап күні бүгінге дейінгі жәдігерлермен жылдан жылға толығып, өлкенің минералогия, археология, этнография, флорасы мен фаунасынан мол мәлімет беретін тарихи деректермен молайып келеді. Мұндағы ең ежелгі жәдігерлердің бірі Индер Махамбет аудандарының аумағынан табылған мамын қаңқалары. Бұл музейдің қорындағы әр жәдігердің өзі біз үшін құнды, себебі біздің ата-бабамыздан ру тайпалардың барлығынан жинақталған құнды деректер. 60-тан аса құнды жәдігерлер, яғни раритетті жәдігерлеріміздің қатарына мына бір мамонттың сүйектері. Бұл жалпы тіршілік үшін күрестің кезінде Юра, Бор, Триас дәуірлерінен кейін жалпы жер бетіндегі өзгерістердің кезінде бұл жануарлар жалпы құрып біткен. 1950 жылы Атырау облысының Индер Махамбет аудандарының территориясына Жайықтың жағасынан табылған мамонттың бас сүйегі, жамбас сүйектері, бебені, тістері, мына жерде қабырғалары. Бұл дегеніміз жалпы біздің территориямыз бір кездері Каспий теңізінің асау толқындар тулаған жердің орны болған деп айтады. Бұдан басқа мынау Каспий ит балығының да біздің территорияда ғана кездесуі, жалпы ол біздің Каспий теңіздің солтүстік мұзды мұхиттарымен тікелей байланыста болғандығының дәлелдемесі ретінде қалып отырған жануарлар. Музейдің қорындағы құндылықтардың өздерінің зерттелу тақырыбына байланысты қазіргі уақытта 8 тұрақты экспозициялық жұмыс жасайды. Олар тылсым дәуір залы, этнография залы, археология залы, өлке табиғаты залы, 12-20 ғасырлардағы өлке тарихы залы, 2-ші дүниежүзілік соғысы залы, өлке мәдениеті және Қазақстан тәуелсіздігі экспозициялық залдары жұмыс жасайды. Оның барлығында жәдігерлер тақырыпқа сәйкес орналастырылған. Бүгінде музейге келушілер саны күн санап көбеюде. Балабақша бүлдіршіндерінен бастап оқушылар, студенттер, үлкендер мен шетелдік қонақтар да мұнда жиі бас сұғады. Өлке тарихына деген қызығушылықтың артуы бізді қуантады, дейді Рашида Харипова. Музейге келетін көрермендерде ешқандай
шектеу жоқ. Балабақшадағы бүлдіршіннен бастап үлкен адамдарға дейін музейдің көрермені. Күні кеше ғана өткен біздегі музей түнінің өзі бізде кішкентай сәбилерге дейін бастап келді. Музей түнінің ерекшелігінде осы кішкентай көрермендерімізге Меруерт апайдың арнап жаңағы ата-аналарының балдарына батиқа беруге ниет білдіріп келгендері. Міне осы ол болашақта баланың тағдырына септігін тигізеді деген мақсатта ниеттеп келген тілектері қабыл болсын деп айтамыз. Жалпы сонымен қатар шетелдік қонақтар көбірек келеді, себебі Батыс өлкесінің этнографиясы өте жақсы дамыған. Себебі біздің зергерлеріміздің дайындаған зергерлік бұйымдары анау Эрмитаждың өзінде сақтаулы. Соған қарағанда жалпы біз шығыс, оңтүстік, солтүстік музейлердің қорындағы зергерлік бұйымдармен салыстырмалы түрде қараған уақытта біздің Батыс өлкесінің зергерлік бұйымдарының жасалу технологиясы мүлдем ерекше. Музейдегі ерекше жәдігерлер жинақталған залдардың бірі этнография залы. Мұнда өткен ғасырдағы шеберлердің үздік жұмыстары қойылған. Жүзіктер, білезіктер, бойтұмарлар мен белбеулер. Әр бұйымның өзіне тән сыр-сипаты бар, әр қайсысы бір тарих. Ең ерекшелігі бұл Қалмұқан ұстаның көрігі. Жаңа біз айтып өткен Эрмитаждағы сақтаулы зергерлік бұйымдар осы Қалмұқан ұстаның ғана қолынан шыққан бұйымдар екен. Енді бұл зергерлік бұйымдардың әрқайсының өзінің тағу мәдениетіне байланысты тарихы өте ерекше. Жалпы күмістің микробты өлтіруге қарсы қасиеті бар деп аналарымыз, ағаларымыздың барлығы күмістен жасалған бұйымдар таққан. Мысалы, мынау бірінші тұрған құстұмсік жүзіктер. Бұл құстұмсік жүзікті тұрмысқа шықпаған қыздар ғана таққан. Бұл қыз тұрмысқа шығып жатқан кезде анасы оны ақ шүберекке ойлап, орап сандығының түбіне салатын болған. Егер бір жылдан кейін артынан барған туыстармен бірге осы құстұмсік жүзік қайтып келсе, онда қыздың сол елге жақсы келін болып сіңіскендігін білдіретін болған. Ал егер де бір жылдан кейін келмесе, онда ол жаңа қыздың қиыншылықпен өмір сүріп жатқандығын білдіретін болған. Бұл құстұмсік жүзікті алмастыратын келесі бізде отау жүзік. Яғни бұл екі жастың бір-бірінің қолына тағатын отау жүзігі. Егер де осы құстұмсік жүзік қайтып келген жағдайда қыздың анасы жігіттің анасының қолына құдағай жүзік тағады екен. Бұл құдағай жүзіктің өзге жүзіктерден ерекшелігі оның екі саусаққа тағылатын бауы болған. Бұл біздің балаларымыз болашақта бақытты бірге өмір сүрсін деген мақсатта. Әр зергерлік бұйымдардың тағудың ерекшелігі болған. Мысалы, бойтұмарларды қыздар тақпаған, тұрмысқа шыққаннан кейін аналарымыз таққан. Ол ананың бойын тіл көзден, бәле-желеден сақтасын деген мақсатта. Немесе қыпша белді қазақтың қыздарынай деген әңгіме бар ғой. Міне қыздарымыздың белі осындай қыпша бел болған екен. Мынау сол қыздарымыздың таққан белдемшелері. Мұндағы тағы бір құнды дүниелердің бірі Жылой ауданы Аралтөбе қорғанынан табылған алтын адам. Зейнолла Самашев бастаған археологтардың жұмысы осы батыс өңіріндегі археологиялық орындарды анықтау мақсатында жүзеге асырылады. Соның нәтижесінде бұл археологтарды Аралтөбе қорымындағы қорымдар назарын аударады. Және осы қорымды қазған уақытта бұл өзге қорымдардан ерекшелігі оның жаңағы 40-20 диагоналы құрайтын көмбенің ашылуы. Ол жақындап келіп қарасаңыздар, жоғарғы бөлігі 4 бөлікке, төменгі бөлігі 12 бөлікке бөлінген. Сонда ата-бабамыз сол кездің өзінде жылды 4 мезгілге және 12 айға бөлгендігін білдірсе керек. Бұл қорымнан 3 зират қазылады. Қазылған екінші зираттан ер адам мен әйел адамның мүрдесі, олардың мінген аттары және тағам ішкен ыдыс аяқтары және құстың қаңқасы шығады. Бұған қарап біз сарматтар тайпасының көшемі қосымша саятшылықпен айналысқан болса керек деген тұжырым жасаған. Мына жердегі фотосуреттерде осы қазба жұмысының аэрофото суреттері және табылған жердің картасы сызылған. Ал енді осы қорымнан табылған жаңа айтқан алтын адам деп айтатынымыз, бұл жалпы Қырым Алтынбековтың реставрация жасағаны. Бұның киген киімі, қару-жарақтары, қолындағы аса таяғының ұшындағы самұрық құсының бейнесі, тіпті шашындағы байламшасының барлығы алтыннан жасалынған. Басында бұл сары түсті металдан деп айтылды. Алматы қаласындағы арнайы зерттеуден өткізілгеннен кейін, оның құрамы алтыннан тұратындығы дәлелденгеннен кейін, бұйымдарының барлығы алтын деп нақты айта аламыз.
Музейдегі 90 мыңнан астам жәдігерді танып, олардың тарихын жатқа айту да оңай емес. Алдымен жұмысыңа деген қызығушылық, төзімділік пен шыдам, ынта мен дайындық керек. Жалпы музейге келген қызметкер фанат дейді ғой, өзінің жұмысының фанаты болады. Ол бір жылға дейін еңбек демалысынан шыққанша осы жұмысқа үйренсе, содан зейнеткерлік жасқа шыққанша осы жұмыста қалады. Ал егер де ол үйренбесе, еңбек демалысынан кейін ол қызметкер қайтып жұмысқа келмейді. Ол жұмысқа келгеннен кейін әрине бұның іші тұрған тек қана тарих емес, ол тұңғиық. Яғни әр жәдігердің өзінің тарихи сырлары көп. Мысалы, сіздердің алдарыңызда тұрған мынау Қыз жібек пен төлегеннің экспозициясы. Оның өзінің тарихы бар. Музейге келген экскурсовод бірінші бір ай көлемінде сынақ мерзімінен өту үшін экспозициялық залдарға белгіленген график бойынша дайындалады. Мысалы, тылсым дәуір залында бір күн, этнография залында 2 күн, археология залында 2 күн деген сияқты, онда орналасқан жәдігерлерге байланысты. Ол мәліметтердің барлығын жинақтап өзінің зерттеу жұмыстарын аяқтағаннан кейін міндетті түрде ғылыми қорда жұмыс жасайды. Ғылыми қорда бас түсірім кітаптарымен жұмыс жасайды. Яғни ол бас түсірім кітаптарында жәдігер қай жылы қабылданды, оны кім тапсырды, ол ақшаға сатылып алынған болса қанша теңгеге сатылды, оның қандай құндылығы бар, ол қай ғасырға жазылады. Міне осының барлығы сол бас түсірім кітаптарында жазылатын болады. Сол ақпараттармен танысып жұмыс жасайды. Біздің жұмыста тосыннан қойылған сұрақтың кез келгеніне біздің мамандарымыз жауап беру керек. Сондықтан ондай жағдайда біздің ғылыми зерттеу бөлімінің мамандары көмекке келеді міндетті түрде. Себебі экскурсоводтың міндеті ол жалпы экскурсия жүргізу. Ал ғылыми тұрғыдан қойылған сұрақтар болса, мысалы тарихшылардың тұрғысынан қойылады. Жаңа кейде этикетаждардың орналасуына байланысты жаңағы сұрақтар туындап жатады. Міне ол жағдайда біздің ғылыми бөлімнің мамандары арнайы экскурсоводтарға көмекке келеді. Музейде тек археологиялық олжалар емес, тұрғындар тарту еткен дүниелер де бар. Музей қорын толықтыруға қаланың кез келген тұрғыны үлес қоса алады. Жалпы тұрғындардан келіп түседі, одан бөлек музей мамандары тарихи құнды жәдігерлерді жинақтау мақсатында экспедицияларға шығып отырады. Мысалы, былтыр Қызылқоға ауданында экспедицияға шығып, көптеген құнды деректермен толықты музейдің қоры. Бірінші жәдігер музейдің қорына қабылданған кезде уақытша қабылдау актісі толтырылады. Яғни ол адамнан біз жәдігерді алып қалып жатқандығымыз туралы қағаз толтырып береміз, уақытша тіркеу актісін. Одан кейін ол сараптамалық сатып алу комиссиясына түседі. Сараптамалық сатып алу комиссиясының құрамында археологтар, этнографтар, тарихшылар, қор сақтау бөлімінің бірнеше жылдан істеп келе жатқан мамандары сараптамадан өткізеді. Яғни ол музейдің қорына құндылық ретінде қабылдауға жататын, жатпайтындығы анықталады. Осы сараптамалық комиссияның шешіміне сәйкес ол я музейдің қорына қабылданады, болмаса музейдің қорына қабылдануға жатпайтын дүниелер иесіне кері қайтарылып беріледі жаңа құжат негізінде. Былтыр мысалы біз зергерлік бұйымдармен қатар Қызылқоға ауданында Қарабауда жаңағы қаракөл терісінен тігілген сырт киімді қабылдадық. Одан кейін қолдан тоқылған кәдімгі жейдені қабылдадық. Ол сол 20 ғасырда тігілген дүниелер, биылғы жылы оған 50 жылдан астам тарихы болғаннан кейін, ол дүниелер кері сол кездегі тігілген бұйымдар кері дайындалмайтын болғандықтан музейдің қорына қабылданды. Облыстық тарихи өлкетану музейі жуырда ғана тағы бір жәдігермен толықты. Ол Қыз жібек көркем фильміндегі Төлеген мен жібектің бейнесі. Мұны алматылық Руслан Шербаев 5 ай ішінде мүсіндеген екен. Музейдің қорындағы осы күні бүгінге дейін ең соңғы қабылданып тұрған жәдігеріміз бұл Қыз жібек пен Төлегеннің балауыз мүсіні. Бұл тазалықтың, жастықтың символы, адалдықтың символы. Бұлардың балауыз мүсіндері күні кеше ғана Алматы қаласындағы арнайы мамандардың дайындалуымен жасалынған балауыз мүсіндер. Бұл Қыз жібек фильмін енді көрмеген адам жоқ шығар. Жалпы көрермендерді, соның ішінде жастарды осы махаббаттың мәңгілік болатындығын, жалпы жарға деген адалдықты сақтау мақсатында қойылып отыр. Сонымен қатар жалпы көрермендерге осы Қыз жібек лиро-эпостық жыры насихатталатын болады. Өз жұмысын жақсы көретін Рашида Ерімқызының қызметкерлерге қоятын басты талабы да жұмысқа деген махаббат пен жауапкершілік.
ол міндетті түрде еңбек тәртібін сақтау басты міндет, яғни жұмыс сағатымен қатар өзіне сеніп тапсырылған жұмысты жауапкершілікпен атқара білу. Біздің қыздар бүгін өлке тарихын танытуға үлес қосып жүргендерді дәріптеді. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі аптада жүздескенше.